Сәлем қыздар, өте дәмді тауықтың етінен духовкада шашлык пісіретін боламыз. Қажетті ингредиенттер ол тауықтың төс еті, қызыл және жасыл болгар бұрышы, саңырауқұлақ, сұйық май және дәмдеуіштер атап кетсек чеснок, қара бұрыш, паприка, кориандр, тұз және аздаған аджика. Менің каналымда өзге де пайдалы тағамдардың тізімі бар, сондықтан каналға тіркеліп қойыңыздар. Ал кеттік ендеше. Тауықтың төс етін 4 бұрыштап турап аламыз. Шамамен көлемі осындай болады. Міне тауықтың еті осылай 4 бұрыштап туралды. Енді барлық дәмдеуіштерімізді осы тауыққа қосып, жақсылап араластырып, 30 минутқа маринадқа қоямыз. Чесногымызды үккіштен өткіземіз. Және сұйық май қосуды ұмытпаймыз, қыздар, өйткені тауықтың төс еті өте құрғақ болып келеді. Ал сұйық май қосқаннан кейін біздің тауығымыздың еті сочный болады. Аджиканы шамамен қосыңыздар. Аштылығына қарай, менің аджикам өте ашты, сондықтан 1 чайны ложка ғана қостым. Бетін жауып 30 минутқа маринадқа қоямыз. Ал енді көкөністерімізді турауға кірісеміз. Ол үшін саңырауқұлағымыздың сыртқы қабығын жақсылап аршып аламыз. Болгар бұрышын жақсылап жуамыз. Және осылай етіп тураймыз. Бұрыштарымызды 4 бұрыштап, ал саңырауқұлағымызды осындай формада тураймыз. Шпажкаларымызды алдымен суық суға малып аламыз, себебі духовкада күйіп кетпеу керек. Және кезекпен шаншып шығатын боламыз. Тауығымыз маринадталады жарты сағат, барлық көкөністеріміз туралады және осылай шанышқыға қадаймыз кезегімен. Міне біздің шашлықтарымыз дайын болды. Бұларды енді духовкаға 180 градуста 25 минутқа қоямыз. Шашлықтарымыз осылай пісіп шығады. Қараңыздаршы, өте әдемі. Дастарханға қоюға да болады, қонақтарыңызға ұсынуға, және пайдалы тағам күнделікті асқа дайындауға болады.